Бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге французский багет жасаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамында ешқандай артық зат қосылмайды, өте керемет болып шығады. Ең алдымен таза ыдысымызға ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне ашытқымызды саламыз және қант, тұзды салып, жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Содан кейін үстіне суымызды құйып, қасықтың көмегімен бір масса болғанша қолмен иленуге келгенше араластырып аламыз. Одан кейін қолмен бірге жақсылап барлығын араластырып, тағы да кішкене су құйып жіберіп, жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Яғни бұл қамыр бізде жұмсақ болады, ұстаған кезде қолға жабыспайтындай болады және 1-1,5 сағат ашытып аламыз. Біздің қамырымыз ашып шықты. Енді осылайына мен сияқты ұнды сеуіп алып, ұнның үстіне қамырымызды түсіріп, ортаға әдемілеп жинаймыз да пышақтың көмегімен екіге бөліп аламыз. Одан кейін жарты бөлігін алып, ол жарты бөлігімізді осылайынан бірдей қылып 3 бөлікке бөліп алып, демалуға қойып қоятын боламыз. Бір қамырымызды алып, қолдың және оқтаудың көмегімен жақсылап жайып шығамыз да мен сияқты барлығын бірдей ортасына ауа кіріп қалмау керек, тартып орап, дәл видеодағыдай жасайтын боламыз. Одан кейін пергамент қағазымызға осылайынан үшеуін бірдей қылып орналастырып алып, бетіне сүлгі жауып 20 минутқа демалдырып аламыз. Демалып шыққаннан кейін бетіне ұн себеміз де пышақтың көмегімен бетін осылайынан кесіп жіберетін боламыз. Өте керемет болып шығады. Бізде бұл 180 градуста 20-25 минутта піседі. Көріп тұрғандарыңыздай біздің багетіміз пісіп шықты. Өте керемет. Арасы да прям күшті болып пісіп шықты. Және де бұны таңғы асқа балаларға бетіне сармай немесе нутелла жағып бергенге өте керемет болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.